Сәлем достар, бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі быжыны қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Быжыны бешбармаққа қосып жеуге де болады, жеке өзін ысылай жесеңіз де өте керемет тойымды тамақтардың бірі. Быжы қойдың немесе ешкінің іші майынан жасалады. Ендеше быжының қалай жасалу жолын мұқият қарап алыңыздар достар. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет дәмді тамақ. Мен бүгін қойдың бөтеке майынан жасаймын. Майды қатты уақтамай ірілеу қылып турап аламыз. Быжыға өкпе, бауыр, жүрек, ет қосып жасаймын. Сіздерде егер болмаса, тек қана еттің өзін қоссаңыздар да болады. Қыздар өкпесін, бауырын қосуға міндетті емессіз. Егерде олар ұнамаса, қоспай қойсаңыз болады. Быжының дәмін пияз келтіреді қыздар. Сондықтан пиязды молырақ турасаңыздар болады. Пиязды да картопты да қатты ірі қылмай уақтап турау керек. Тұз қосып, қара бұрыш қосып, ұн қосып, су қосып, жақсылап быжымызды араластырамыз. Қосылатын барлық тағамның мөлшерін астында описание бөліміне жазып қалдырамын қыздар. Анықтап қарап алсаңыздар болады. Біз енді быжымызды жақсылап араластырдық. Оны тазаланған қойдың қарнына салып пісіретін боламыз. Қыздар, қарынға салып пісірсеңіздер өте керемет болады. Егерде қарын жоқ болған жағдайда пакетке немесе банкаға салып пісірсеңіз де болады. Дайындаған быжымызды бөлек қазанға мұздай суға тұз салып асамыз. Қайнағаннан кейін 4-5 жерінен инемен тесіп желін шығарып жіберсеңіздер болады. Бір қайнағаннан кейін астын жай отқа қоямыз, себебі быжымыз жарылып кетуі мүмкін. Мінекей достар, біздің быжымыз дайын болды. Иісі деген енді сондай керемет. Мынаны жеп көру керек, міндетті түрде жасап. Қыздар, жасап көріңіздер, ерінбеңіздер. Быжыны қойдың етіне, ешкінің етіне қосып жасасаңыз, өте керемет болады. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Достарыңызға жіберіп, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаймыз достар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.